Ассалаумағалейкум достар, трейдерлер ордасына қош келіпсіздер. Мен Бейсенбайұлы Бақытжан боламын, тәжірибелі трейдермін. 2007 жылдан бері трейдинг саласында жұмыс істеп келе жатырмын. Әбден зерттедім 2007 жылдан бері. 2021 жылға дейін трейдингпен хобби ретінде айналыстым. Қазіргі уақытта осы трейдинг саласындамын. 4 баланың әкесімін, балық аулауды ұнатамын, және де білім беру саласында 28 жыл жұмыс атқардым. Өзім жайлы толық мәліметті мен бірінші сабақта айтып кеткен болатынмын. Әрбір мәліметке байланысты сіздерді бірінші сабақтан бастап осы видеоларды қарап шығуды ұсынамын. Өйткені әрбір сабақтың бір-біріне байланысы бар. Түсінбей қалуы мүмкінсіздер. Келесі слайдқа келетін болсақ, ережелер мен ескертулер бар. Бұл жерде сабақты қарау барысындағы ережелер мен ескертулер айтылған. Бұл ережелер мен ескертулер бойынша да бірінші сабақта мен әрқайсысына толығымен жеке-жеке тоқталып өткен болатынмын. Немесе осы видеоны тоқтатып қойып, тағы да бір оқып шықсаңыздар болады. Трейдинг жаңа кәсіп, жаңа мамандық. Бағдарламаның аты трейдингтегі алғашқы қадам бағдарламасы бойынша жүргізіліп жатыр бұл сабақтары. Бүгінгі сабағымыз 5-ші сабақ. 5-ші сабақтың тақырыбы сатып алу мен сату тапсырыстарының түрлері. Яғни сатып алу мен сату ордерлерінің түрлері десек те болады. Позиция ашудың түрлері десек те болады. Әр түрлі жаңағы трейдингте сөздер бар, термин сөздер. Солармен де мен ара-арасында айтып отырамын. Нарық бағасы ол стоп және лимиттік тапсырыстар. Осы 3 тапсырыстар арқылы сауда жүргізіледі. Сонымен сатып алу мен сату тапсырыстарының бірнеше түрлері болады дедік. Нарық бағасы, стоп және лимиттік тапсырыстар. Маркет прайс дегеніміз бізде нарық бағасымен деп айтылады. Стоп дегеніміз стоп арқылы, лимиттік тапсырыс дегеніміз ол лимит арқылы. Лимит прайс деп қойдым мына жерде. Осы 3 тапсырыс арқылы жүргізіледі. Енді трейдинг барысында осы 3 тапсырыстардан құралған тағы да басқа да тапсырыстар болады. Олар бойынша алдағы уақытта айтылатын болады. Алдымен осы тапсырыстардың қалай орындалатын жайлы сіздерге базалық білім керек болады. Нарықтық бағасы, стоп және лимиттік тапсырыстар бойынша ағылшын тілінде айтатын болсақ, buy market price, buy stop, buy limit, немесе сату бойынша sell market, sell stop, sell limit дейді. Мінекей осы 3 тапсырыс бойынша қазір сіздерге жеке-жеке түсіндіріп кететін боламын. Демек, нарық бағасымен сатып алу дегеніміз бізде buy market деп айтылады. Ал нарық бағасымен сатуды sell market дейміз. Бұл дегеніміз дәл қазіргі уақытта мысалға баға қай жерде тұр? Сол бағадан маркет нарық бағасымен, базар бағасымен сатып алу деген білдіреді. Егерде біз қазір осы моментте сатып аламыз десек, осы buy маркетпен сатып алу керек біз. Және де сол сатып алған акциямызды, мысалы, мына жерден сатып алдық, мысалы, $10 дейік. $10 қазіргі баға $10 2 цент дейік. Сіз егерде buy маркетпен сатып алатын болсаңыз, осы $10 2 центпен сатып аласыз. Бірақ бұл жерде проскальзывание деген, мүлт кету деген болады. Өйткені рынок жылдам жүріп жатады ғой баға деген. Сіз сатып алу мүмкінсіз, $10 3 центтен де сатып алу мүмкінсіз. Сіздің жаңағы неше акция алғыңыз келеді, соған байланысты. Өйткені сіздің көп қой, сіз сияқты осындай тапсырыс беріп жатқандар, сондай проскальзывание болуы мүмкін. Немесе sell маркет бойынша да сатып алған акцияңызды, мысалы, мына жерден сатып алдыңыз,
белгілі бір деңгейге көтерілді. Әрине баға көтерілгеннен кейін сатып жіберу керек. Сатып алған акцияңызды сатып жіберу керек. Сонда sell маркетпен қазіргі бағамен, мысалға $11 келді ма қазір, сіз осы бағада сатқыңыз келсе sell маркетпен сатып жібересіз. Бұл жерде де сіз сатылуы мүмкін нарық бағасы болғаннан кейін тез жылжып жатады. Сіз $11 5 центтен сатылып та кетуі мүмкін, немесе $10 90 центтен де сатылып кетуі мүмкін деген сияқты. Сондай нелер ауытқулар болуы мүмкін. Проскальзывание дейді оны трейдерлер. Бірақ трейдерлердің көпшілігі buy market, sell маркетпен жұмыс жасамайды. Нарықтық бағамен сатып алып сатпайды. Скальперлер жұмыс жасауы мүмкін осы маркет бағасымен. Олар өйткені күніне 20-30 сделкаға дейін ашады. Майда жаңағы аз-аздан алып, мысалға азғантай жүре ма, сатып алып сатып жіберіп деген сияқты, ол скальперлер дейді. Келесі кезекте мен өзім стоп арқылы жұмыс жасаймын. Бұл жерде стоп арқылы сатып алу buy stop деп айтылады. Демек, нарық бағасынан қымбаттау сатып алу деген білдіреді. Және де сату sell stop, нарық бағасынан арзандау сату деген білдіреді. Бұл енді неге стопқа қойылады, немесе шортқа пайдаланатын кезде болады. Мысалға, бұл жерде де белгілі бір деңгей бар. Қазір келесі слайдтарда толығымен айтатын боламын. Buy stop демек, қазіргі баға мына жерде тұратын болса, мына деңгейді бұзғаннан кейін мен осы жерден сатып аламын деген жорамалмен, осы жерден деңгейді бұзып ары қарай кету мүмкін деген жорамалмен, значит, қазіргі бағадан жоғарырақ бағаға сатып алуға мен тапсырыс береді екен. Sell бойынша да керісінше, бұл шортқа байланысты айтатын болсақ, нарық бағасынан арзандау сату деген білдіреді. Демек, бұл мысалға қазіргі баға мына жерде тұр, мінекей, мен шортқа кіргім келіп жатыр. Мысалы, жорамалым бойынша мына деңгейді бұзатын болса, ары қарай да баға түсіп кетуі мүмкін деген. Бұл жерде шорт позицияны ашу үшін. Демек, мен осы мына деңгейді бұзғаннан кейін барып, немесе осы деңгейдің бағасымен сатамын. Яғни шорт дегеніміз брокерден қарызға акция алып, осы қымбат бағада сатып жібересіз да, кейін түскеннен кейін сатып алып брокерге қайтарады екенсіз. Бұл жерде нарық бағасынан арзандау деген соны білдіреді. Келесі тапсырыстың түрі, келесі ордердің түрі лимит арқылы сатып алу, ол buy limit деп айтылады екен. Демек, нарық бағасынан арзандау сатып алу. Және де лимит арқылы сату дегеніміз sell limit деп айтылады. Нарық бағасынан қымбаттау сату дегенді білдіреді. Мысалға, buy limitке келетін болсақ, нарық бағасынан арзандау сатып алу дегеніміз, қазіргі бағамыз бізде мына жерде болатын болса, мына деңгейге келген кезде бұл қайтуы мүмкін деген жорамалмен біз мына бағадан арзандау сатып алма мүмкіндік бар деген жаңағы жоспармен біз мына жердегі бағаны осы buy лимитпен қояды екенбіз. Осы жерден сатып алам, жоғары кету мүмкін деген. Sell лимитте де тоже бұл да шортқа байланысты айтатын болсақ, қазіргі бағамыз бізде мына жерде тұратын болса, шортқа кіретін болсақ, шорт позициясына баға осы деңгейге жақындап түсуі мүмкін деген жорамалмен біз sell limit қояды екенбіз. Қазіргі бағаның емес, одан да қымбаттау бағадан сатып жіберуге тырысады екенбіз. Осы тапсырыстар бойынша қазір кеңірек тоқталып өтейік. Мысалға, нарық бағасымен сауда жасау, market price бойынша айтатын болсақ,
белгілі бір деңгей арқылы жұмыс жасаймыз әрдайым. Біздің акцияның бағасы белгілі бір деңгейді бұзды дейік. Біз жаңағы бай стопты қоюға үлгермедік. Демек, сізге сатып алу керек болады. Бай маркет қазіргі нарық бағасымен сатып алуыңыз керек. Сонда біз бай маркет арқылы сатып алады екенбіз. Сатып алғаннан кейін, бай маркетпен сатып алғаннан кейін, міндетті түрде sell stop қойылу керек. Бұл сіздің шығыныңызды басқару бойынша sell stop арқылы міндетті түрде стоп қойылу керек. Келесі ары қарай баға бұлай жүреді, жоғарыға келген кезде белгілі бір өзіңіздің сауда жасау жоспарыңызға байланысты сатып жібересіз уже. Sell market арқылы көтерілген бағаны, акцияны дәл қазіргі бағада сатып жібересіз. Жаңа айтқанымдай, сіз сатып алып, жаңағы нарық бағасымен сатып алған кезде де, сатқан кезде де дәл қазіргі нарық бағасымен сатып алынып, немесе сатылуы мүмкін емес. Өйткені кішкене арасында мүлт кетуі мүмкін. Өйткені жаңа айтқандай тез жылдам жүреді. Секундтық графикті қарайтын болсаңыз тез жүреді. Сол себепті бұндай маркет арқылы көптеген трейдерлер жұмыс жасамайды нарық бағасымен. Келесі кезекте шорт позициясына ашуға, бұл лонг позициясына ашуға байланысты. Шорт позициясын ашуға байланысты, бұл да дәл солай, бірақ керісінше болады. Мысалға, баға келді мына деңгейді бұзды. Сіз үлгере алмай қалдыңыз, оны жаңағы стоп лимитпен қоюға. Демек, бұл жерден сіз нарық бағасымен сатып жібергіңіз келеді. Демек, sell маркетпен сатып жібересіз. Белгілі бір уақытқа, белгілі бір бағаға түскеннен кейін, сіз қайтадан оны buy маркетпен сатып аласыз. Бұл нарық бағасымен жұмыс жасау бойынша да осындай болады. Келесі кезекте стоппен сауда жасау, стоп арқылы сауда жасауды айтатын болсақ, бұл жерде белгілі бір уровень бар, деңгейі бар. Мысалға, баға жоғарыдан ложный пробойға кетті. Ложный пробойға кетті дейік. Баға мына жерде тұр. Мысалы, $10 тұрады. Ал қазіргі бағамыз бізде 9-да, мысалға, 9-да 95 цент деп айтайық. Демек, buy стопты арқылы сатып алуымыз керек болса, мына деңгейді бұзғаннан кейін жорамалыңыз бойынша, жоғарыға кету керек, жоғарыға кету мүмкін деген жорамалмен сіз мына жерде тұрған кезде сіз buy stop тапсырысын бересіз. Демек, қазіргі бағадан жоғарғы бағада, қазіргі бағадан жоғары бағада мен сатып алам дейсің. Немесе мынау деңгейдің бағасынан қоюға да болады. Buy stop $10-дан сатып алам деп қоясыз. Немесе кішкене люфтмен алуға болады. $10-да мысалға 2 цент, немесе 3 центтен алам деп тапсырыс бересіз. Ол тапсырысыңыз уже сізде брокерге кетеді. Сіз бұл графикке қарамай отырсаңыз да, басқа акцияларға қарап отырсаңыз да болады. Бұл осы бағаға келген кезде автоматты түрде сізде сатып алынады. Сатып алынғаннан кейін сіз міндетті түрде стоп қою керексіз. Оны sell stop дейді. Sell stop. Sell stop дегеніміз не еді? Sell stop дегеніміз қазіргі бағадан төмен бағада сату. Бұл сіздің шығыныңызды шектеу үшін. Егерде мына жерде сатып алынып,
сіздің бағытыңызға кетпей төмен түсіп кететін болса, сіз азғантай стоппен шығып кету керексіз. Иә? Сол себепті жаңағы стопты міндетті түрде қойып отыру керек, достар. Бұл бай стопқа байланысты. Әрине ары қарай уже сатып алынғаннан кейін, позицияға кіргеннен кейін, мына жерде сіз sell лимитпен қойып қоясыз. Sell лимит дегеніміз бағанағы қазіргі бағадан жоғары бағада сату деген білдіреді. Бұны да автоматты түрде қойып қойсаңыз болады, сіз қарамасаңыз да болады. Сіздің жорамалыңыз бойынша осы жерге келген кезде өзі автоматты түрде сатылады. Сосын бір айтатын кететін мәселе бар. Кішкене баға сіз сатып алғаннан кейін, кішкене жоғарылағаннан кейін, мына sell стопты мына жерге без убытыққа сіз қаншадан алыңыз мысалға, иә? Содан жоғарылау немесе қоюға болады. Егер де мына жерден жүріп қайтып төмен түсіп кетсе, сіз шығынсыз шығып кетесіз. Сондай жаңағы нюанстары бар, иә? Оны келешекте тағы да айтатын боламыз. Келесі шорт сату позициясын ашуға байланысты sell стоппен істейтін болсақ, дәл сол жаңағы buy стоп сияқты, бірақ керісінше, иә? Бұл жерде керісінше болады. Мысалға, баға мына жерден бұзып өтіп, ложный пробоймен қайтадан мына деңгейді бұзып, төмен қарай кету мүмкін деген жорамалмен сіз, мысалы, мына жерде $10 болса, sell стопты қоясыз. Sell стопты қоясыз. Қазіргі бағамыз бізде, мысалға, $10 5 центге, мысалға. Сіз sell стопты қоясыз. Тапсырысты $10-ға қоюға болады. Немесе кішкене жаңағы люфтімен, кішкене айырмамен $10-да 3 центпен қоюға болады тапсырысты. Бұл да автоматты түрде орындалатын болады. Сіз қарамасаңыз да, позиция ашылғаннан кейін міндетті түрде стопты қою керек. Бұл жерде buy стоп болады. Сатып алу керексіз ғой, шортқа отырғаннан кейін. Buy стоп. Өте қымбат бағада ары қарай, мына жерден ары қарай кетпей, егерде баға өсіп кететін болса, сіз осы азғантай шығынмен шығып кету керексіз. Осылай шығынды жаңағы шығынды бақылау керек. Шығынды бақылап отырмасаңыз, өте жаңағы қатты минусқа кетіп қалуы мүмкінсіз. Демек, белгілі бір уақытқа келгеннен кейін бұл жерде мына жерде sell дедік қой, шортқа. Sell стоп мынау тұр ғой. Енді белгілі бір бағаға түскеннен кейін, арзан бағада сіз buy limit қойып қоясыз. Buy limit стоппен бірге қойылады. Әрине бұл buy limit пен стопты да сразу қоюға болады, бірақ қатты импульс берген кезде сіздің стопыңыз ұстап кетуі мүмкін. Сол себепті кішкене кідіріп қоюға болады. Енді әркімнің стратегиясы әртүрлі. Біреу сразу қояды, біреу кішкене кідіріп қояды деген сияқты. Бұл шортқа байланысты. Келесі кезекте бұл sell стопқа байланысты. Лимиттік сауда жасау бойынша, бұл лимит бойынша сатып алу позициясын ашу, long позициясын ашу дегеніміз. Buy limit арқылы сатып алуға. Мысалға, белгілі бір деңгей бар. Баға деңгейден жоғарыда жүр. Мысалға, мынаяқтан пробойға кетті, бұзумен кетті. Енді осы баға, қазіргі баға, мысалы, $10 десек, қазіргі бағамыз $10-да, мысалы, 10 цент дей берейік. Қазіргі бағадан арзан бағада сатып аламын. Мына деңгейден қайтуы мүмкін, отбоймен қайтуы мүмкін немесе деген сияқты. Buy лимитпен қояды екенбіз. Buy лимитпен. Демек, қазіргі buy лимитті
тапсырысты 10 долларға қойсақ болады. Немесе 10-да 5 центке қойсақ болады. Қазіргі бағадан төмен бағада сатып аламын деп. Осы тапсырысты жібергеннен кейін, бұл да тоже автоматты түрде, егерде мына уровеньде тест жасап, жаңағы жоғарыға кетуі мүмкін. Немесе төменге де түсіп кетуі мүмкін. Енді бай лимитпен көбінесе мен де жұмыс жасамаймын. Бай стоппен жасаған дұрыс болады. Және де стопты міндетті түрде қою керек. Стоп бойынша қазір мен тағы да жеке айтып кететін боламын. Бұл жерде стоп, sell, стопты қою керек. Шығыныңды жаңағы шектеу үшін, аса көп шығынға кетіп қалмау үшін. Астына қатты түсіп кетуі мүмкін баға деген сияқты. Ал осы сатып алған позициядан шығу үшін бізде sell лимитпен шығамыз. Sell лимитпен шығады. Стоп дегенді әрқашанда жаңағы шығынды шектеу үшін қоямыз. Sell лимитке біз жаңағы табысты жаңағы табыспен шығу үшін сатып жібереміз деген сияқты. Енді қиындау болуы мүмкін түсінуге, оны келе жаңағы өз платформада жұмыс жасағанда үйреніп кетесіздер. Келесі кезекте шортқа байланысты сату позициясын ашу sell лимитпен. Бұл да дәл жаңағы buy лимитке сияқты, бірақ ол керісінше. Мысалға, баға астынан келуі мүмкін, немесе жоғары жақтан келуі мүмкін, немесе астынан да келуі мүмкін. Баға қазіргі уақытта мына жерде жүр. 10 доллар мысалға, және де қазіргі бағамыз 9-да 90 цент дейік. Қазіргі бағадан мен қымбаттау сатамын дейтін болсақ, біз сол демек sell лимит заявкасын береді екенбіз. Sell лимит заявкасын береміз. Демек 10 долларға қойсақ болады. Немесе 10 долларда 95 цент. Қазіргі бағадан қымбаттау сатып жіберуге. Әрине шортта қымбат сатып жіберіп, арзан сатып алу керек. Демек, бұл жерде де тоже сіздің жорамалыңыз бойынша белгілі бір деңгейде сатып жібергің келсе, ол кезде уже buy лимитпен қоясыз. Сатып алуға байланысты, сатып алу керек, сол шорттан шығу үшін, шорт позициясынан шығу үшін сіз бірінші сатып жібересіз, брокерден қарыз алып, қымбат бағада. Баға түскеннен кейін сатып алып брокерге қайтарасыз. Стоп міндетті түрде. Buy стоп болады бұл жерде уже. Сіз шортқа кіргеннен кейін сіз sell мен кірдіңіз ғой, ал шығу үшін buy мен шығу керек позициядан деген сияқты. Стоп шығынды шектеу үшін. Техникалық стоп қойылады, мына келесі бардың жоғары жағына қойылады. Ол келуі мүмкін, бетіп келіп барып қайтуы да мүмкін да. Сол себепті техникалық стоп өте жақсы көмектеседі. Sell лимит бойынша мінекей осындай. Келесі кезекте болды ғой, осы үш мәселе бойынша айтылып кетті. Келесі кезекте енді жаңа мен стоп туралы бойынша айтып кеткен дедім ғой. Стопты міндетті түрде қою керек. Бірнеше рет, 3 рет жазып қойдым мен. Стопсыз сауда жасамау керек. Менің де басымнан өткен стопсыз сауда жасап, біраз шығынға кеткен күндерім бар. Ол әрбір трейдерде одан басынан өтеді. Сіздің басыңыздан өтпей, сіз оны жаңағы сезіне алмайсыз, стоп қоймауды. Сол себепті әрдайым қазірден үйреніп атқан бастан стоп қоюды міндетті түрде өздеріңізге
соны алып жүріңіздер, иә, стоп қоюды. Ал 1-3 қатынас дегеніміз, соотношение дегеніміз не? Ол дегеніміз мысалға сіздің take profit деген болады, иә? Take profit деген болады. Take profit деген ол табыс деген сөз. Табыс. Ал stop loss деген болады. Бұл шығын. Шығын деген білдіреді. Енді жаңағыдай stop loss'ды айттық қой, біз стоп қою керек деген, мұны содан шығады stop loss. Take profit бұл табысты алу деген. Profit деген жаңағы табыс дегеннен шыққан, take деген алып қалу деген. Енді 1-3 деген келетін болсақ, 1-3 дегенге келетін болсақ, мысалға әрбір жаңағы сіз 10 сделка істедіңіз дейік, 10 сделка, 10 позиция ашып жаптыңыз. Сол 10 позицияңыздың сіздің мысалға стоп лоссыңыз сізде $1 болсын дейік. Так, доллардың алдында болады негізі. Стоп лосс шығыныңыз сіз $1-дан асырмаймын деп өзіңіздің сауда жасау жоспарыңызға байланысты 10 позиция аштыңыз, ашып жаптыңыз. 10 сауда істедіңіз, былайша айтқанда. Оның 5-еуі сізде шығынмен жабылды, минуспен. Ал қалған 5-еуі мысалға плюспен жабылды. Демек, бұл жерде 50%, 50%ды айтып тұрмыз ғой. 50%-ыңыз минуспен, 50%-ыңыз плюспен жабылды. Демек, сіздің $1 рискпен жаңа сауда жасайтын болсаңыз, 5 позицияңыз минусыңыз сізде болады $5 минус болады. Ал $5 плюс позицияңыз, жаңа табыспен шыққан позицияңыз сізде 1-3-ті айтатын болсақ, сіз әрбір сделкада сіз қойып отыру керексіз. Енді неге байланысты, саудаға байланысты, сіздің стопыңыз 3 есе, стоптан 3 есе табыспен шығу керексіз. Мысалы, мына жерде 10 цент дейікші мақұл. 10 цент шығынмен болу үшін сізде 10 акция болу керек. 10 акцияны 10 центке көбейтсек $1 болады. Сонда сіздің табысыңыз мына жерде мысалға $10-ға көтерілді тағы да. 10 центке көтерілді дейік. Бұл 1-1 болып есептелінеді. Мынауымыз 1-1 болып есептелінеді. Келесі 20 центке көтерілді дейік. Бұл сізде 1-2 соотношение болады. Келесі мысалға 30 центке көтерілді дейік. Бұл уже 1-3 болады. 1-3 болады. Кемінде сіз 1-3 табысты алып отыру керексіз. Скальперлер болады, мысалға 1-1 де алуға болады, 1-2 де алуға болады. 1-3 алып отырып, арғарай уже сіздің тәжірибеңізге байланысты 1-10-ға дейін алуға болады, мысалға. $1 дейін өсетін акциялар бар, мысалға. Акцияның бағасы әртүрлі жүреді. Енді қараңыздар, 5 позициямыз бізде кемінде 1-3 соотношениемен алатын болса, $3 бізде, 10 акцияң 10 центтен. Мысалға, $3 болады. $3, $3-ды 5-ке көбейтсек, $15. Сонда, $15 біздің табысымыз бар, және де шығынымыз бар $5. Алып тастайтын болсақ, біз бәрібір $10 табыспен шығады екенсіз. 10 акция емес, сізде егерде шығыныңызды көтеретін болсаңыз, әрине табысыңыз да көтеріледі. $10 рискпен жасайтын болсаңыз, сізде демек 100 акция болу керек. 100 акцияңыз сізде $10 болады. Мысалға 10 центтен риск қоятын болса, деген сияқты. Оны өзіңіз есептей бересіз. Жұмыс барысында есептеуге болады. Мінекей, осындай стоп арқылы жұмыс жасау керек деген осы. Стопты әрдайым қою керек. Достар, ұмытпаңыздар. Келесі кезекте
келесі кезекте биржалық графикпен қазір жұмыс жасап көрейік. Қазір 2-ден 12 кетті ма? Қайтар базар деп айтып қоямын мен бұны. Рыноктың кез келген уақытында сауда жасауға болады. Мысалға 6,5 сағат жұмыс жасай ма рынок? Сол 6,5 сағаттың мысалы кез келген уақытында жұмыс жасауға болады. Әр акция әртүрлі қимылдайды. Біреуі жылдам қимылдайды, біреуі кеш қимылдайды деген сияқты. Мысалға мына жерде қазіргі уже рынок уже жабылуына бірнеше минуттар қалды, 50 минуттай қалды. Мысалға мына жерде айтатын болсақ, сағат 11-ден 10 кеткен кезде мына белгілеп қойған деңгейді бұзып, ол премаркет, жаңағы премаркеттің деңгейі, оны кейін айтатын боламын. Мысалы мына жерде мына бөлікті сіз көрмейсіз. Мысалы мына бөлікті сіз көрмейсіз, мынау жоқ деп есептейміз. Мысалға сызбайды екен. Мысалға мына жерде мына бөлігі жоқ, көрмей тұрсыз сіз деп ойлайық. Осы жерде мына жерге қазіргі баға тұр. Сіз осы жерден buy stop, қазіргі бағадан мен жоғары бағада сатып аламын деген сияқты сондай жаңағы заявка бересіз. Сіздің жорамалыңыз бойынша баға көтерілуі мүмкін деп жатсыз. Енді бұл жерде стопты қоятын болсақ, мысалға 10 центке, мына бардың лоуынан қоятын болсақ 14-15 центке дейін максимум болады. Менің сауда жасау стратегиям бойынша мінекей мына лоудан қоятын болсақ, сіздің стопыңыз ұстамайды. Мына көрдіңіз ба? Мына жерде стопқа жақындамай кетті. Яғни сіз бұл жерде табыс табасыз. 1-ге 3 болу үшін мына жерден 30 цент, мына жерден уже шығып кетуге болады. Мысалы, ары қарай күтемін десеңіз, мына жерден сатып жібересіз, мысалға, деген сияқты. Бұл жерден, мына жерден біз buy stopпен кірген кезде, егерде 10 цент қылатын болсаңыз, сіздің стопыңыз ұстап кетеді. Сол себепті алдыңғы бардың лоуынан қойған дұрыс болады. Немесе сіз мына уақытта келдіңіз, мысалға 11:30-да, 11:30-да сіз мына жерден buy stopпен заявка бердіңіз, мына жерлерде, қымбаттау, қазіргі бағадан қымбаттау баға buy stopпен. Значит, сізде стопыңыз болады. Мына жерде $10 қойсаңыз, без стопқа вообще жақындамайды екен. Мінекей, даже 1-ге 4, 1-ге 5 алуға болады екен. 50 цент. Сіздің стопыңыз 10 цент болатын болса, табысыңыз сізді 1-де 5-ке алуға болады. Қазірше 1-де 3-тен бастай беру керек. 1-де 3 мына жерден келді. 1-де 2-ден де алуға болады, мысалға, деген сияқты. Мінекей осындай. Қазір басқа акцияларды қарап көрейікші. Дәл қазір сауда жасауға бола ма? Рыноктың қайтар базар дейді, қайтар базарда да рыноктың аяқ жағында да болады сауда істеуге. Мына жерде мысалға мына баға қазір 6:45-ке келіп қайтуы мүмкін, мынау сияқты. Мысалға, геттен қайтуы мүмкін деген жорамалмен. Қазір рынокта жақын қалды ғой. Егерде импульс беруі де мүмкін, осы жорамалмен біз сатып аламыз деп ойлайық. Актив трейдерді басамыз. Мысалға, бір акция деп қойын. Buy маркетті басамыз. Buy маркетті басатын болсаңыз, сіз қазір центті жіберетін болсаңыз, сіз нарық бағасымен сатып аласыз. $6.49 сатып аласыз.
нарық бағасымен трейдерлер көпшілігі жұмыс жасамайды деп бағана айттым. Сол себепті мына жерден біз editті басамыз. Editті басқаннан кейін маркет емес, бізде buy лимитпен алуымыз керек. Мысалға, қазіргі бағадан төмен бағада алу үшін buy лимитпен алу керек. Демек, мына жерде лимитті қоямыз. Мінекей. Осы 6-да 45-ке келіп қайтуы мүмкін деген жорамалмен. 6-да мына жерде 45 қоямыз да. Мына жерде confirm and send деген басамыз. Тағы да тексер дұрыс қойып атсын ба деп жазып жатыр. Мінекей. Бәрін тексеріп болғаннан кейін sendті басамыз. Мінекей. Мына жерде тапсырысыңыз тұр сіздің. Тапсырысыңыз тұр. Әрине қазір рыноктың уже жабылуына 40 минуттай қалды. Импульс жүруі мүмкін аяқ жағы. Қайтар базар дейді. Осы деңгейге келіп, біздің акциямыз сатып алынып, импульспен мына жерге дейін бару мүмкін. Немесе мына жерге дейін бару. Қайтар базарда бірақ тез алып қалған дұрыс. Қайтар базар деп айтамын мен өзім. 1-2, 1-1 сағатына ішінде алсаңыздар болады. Күтсеңіздер де болады, баруы мүмкін, барлығы мүмкін. Демек, сіздің тапсырыңыз осы жерге мына баға келетін болса, тапсырыс орындалады. Тапсырыс орындалып, позиция ашылғаннан кейін міндетті түрде стопты қоямыз. Міндетті түрде стоп. Мына жерде стоп бізде қанша болады екен мысалға. Мына жерден сатып алсақ, мына бардың лоумен алатын болсақ, 2 акцент. 2 цент. 10 акцияңыз болса, қанша болады? 20 акцентпен шығады екенсіз. Ал мына жерге дейін алатын болсаңыз, 2 центіміз қараңыз. 2 цент, бұл 1-ге 3 болатын алыңыз келсе, уже сізде 6 центпен шығып кетуіңізге мүмкіндік бар екен. Мына жерден ақ шығып кетуге болады. Бірақ 2 цент болған кезде, мысалға, сіздің рискіңіз $1 болатын болса, $1 бөлеміз 0,2 центке. Сонда 50 акция алу керексіз. 50 акция сатып алу керек бұл жерде. 50 акцияны сізде көбейтеміз 6-да 45-ке, дұрыс, 6-да 45-ке көбейтетін болса, $323 сауда жасайды екенсіз бұл жерде. Оборотқа керек, мысалға. Немесе 10 акциямен де істей беруге болады. Енді өзіңіздің рискіңіз, қойған рискке байланысты. Бұл не бойынша? Стоп лимит бойынша. Ары қарай кетіп жатыр ғой, мысалға. Жоғары кетіп жатыр. Бұны уже жоғары кетіп жатқаннан кейін уже өшіре салуға болады. Заявканы. Бұл buy лимитке байланысты. Buy стопқа бізде шыға ма екен? Buy стопқа. Мысалға, мына жерден келетін болсақ, енді қазір рыноктың несі ғой, аяқ жаға келіп жатыр. Buy стопқа келетін болсақ, мына деңгейді бұзса, ары қарай көтерілуі мүмкін деген, қазіргі бағадан жоғары бағада сатып алу. Актив трейдерді басамыз. Мына жерде мысалға бір акция дейін buy market бойынша сатып алмаймыз, editті басамыз да. Демек, қазіргі бағадан жоғары бағада алу үшін біз buy stop, мына жерде стопты қою керекпіз. Демек, 7-де 49 десек те болады. 7-де 48-ді қойсаңыз да болады. Мысалға, 7-де 48-ді бұзса, ары қарай баға өсуі мүмкін деген. Мына жерде day деген бар, бүгінгі күн, бүгінгі сауда күн деген білдіреді. Confirm and send, тағы да тексер деп жатыр, sendті жібереміз. Болды. Мінекей. Мына бағаға келіп, ары қарай импульспен кетуі мүмкін. Мінекей. Бұл buy stop арқылы. Көріңіздер ме? Жағындап келеді. Buy stop арқылы келеді.
Так, енді бұны қазір күту керек болады. Алынғаннан кейін, акция алынғаннан кейін міндетті түрде стопты қою керек. Осындай нюанстар бар. Достар. Қарай берсек көп, мысалдар көп, видеоны да аса көп созып жіберуге де болмайды. Уже қабылдамай қаласыздар кейбір нәрселерде. График бойынша жұмыс жасау мінекей осындай. Енді өте маңызды ақпаратты айтқым келіп тұр сіздерге. Өте маңызды ақпарат. Алла қаласа, Құдай қаласа, сәуір айына жоспарлап отырмын. Ақылы курс, жеделдетілген курс жоспарлап отырмын. Көпшіліктің сұрауы бойынша өте тиімді бағада болады деп ойлаймын. 1 айлық курстар болады. Мысалға, 1 айда күніне 8 сағат болады сабақ. Күніне 8 сағат. Негізі рынок 6,5 сағат жұмыс жасайды. Оның 1,5-2 сағатын біз жаңағы осындай сауда жасау үшін акцияларды таңдауға, жоспар құруға кетеді. Рынок ашылмастан бұрын, кемінде 8 сағат бір күнде болады. Дүйсенбіден жұмаға дейін істейді. Рынок, биржа 5 күн, 8 сағатты 20 күнге көбейтсек, 160 сағаттық. Bir айда 160 сағат біз онлайн отырып сауда жасаймыз. Өте маңызды ақпарат. Сол себепті қалып кетпеу үшін осы YouTube-тағы өзім хабар беремін. YouTube-тағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сізге ұсыныс болып тұр. Қандай бағада оқығыңыз келеді 1 айлық сабақты да? Өздеріңіз осы комментарийдің астына өздеріңізді ойыңыздағы бағаңызды жазып жіберсеңіз, сол бағаға қарап, көпшіліктің бағасына қарап ориентир жасаймыз. Өте қолжетімді болатын болады. Осыменен бүгінгі сабағымыз аяқталып жатыр. Сұрақтарыңыз болса, комментария бөлімінде жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.